Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы асқабақтан осындай асқабақ езбесін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 картошка, сәбіз, сарымсақ, пияз және асқабақ қажет болады. Алдыменен барлығын жуып, қабығын ашып, тазалап аламыз. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай, картошкамызды осылай 4 бұрышты көлемде турап алатын боламыз. Барлығын турап алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған майымызға пиязымыз бен сарымсағымызды жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып, тағы да бір мәрте жақсылап қуырамыз. Барлық турап алған картошкамызды, асқабағымызды барлығын салып, және оның үстіне дәмдеуіштерімізді, қара бұрыш, қызыл бұрыш және тағамға қосатын дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып тұратындай етіп суымызды құйып, жай отта қайнататын боламыз. Міне сонымен осылай қайнап көріп тұрғандарыңыздай асқабағымыз, сәбіздеріміз осылай пісіп, уақыты жеткеннен кейін арнайы бір ыдысымызға құйып алып, блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Міне осындай қою қоймалжың болады. Енді одан да дәмдірек болуын қаласаңыздар, осындай 33% сливкиден салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сливки салмай жасасаңыздар да болады. Егер сливки қосып жасасаңыздар, өте дәмді болады. Міне сонымен біздің асқабақтан дайын болған езбеміз, яғни пюреміз дайын болды. Өте әдемі, әрі дәмді, балаларға да өте қатты ұнайды. Қазіргі уақытта асқабақтың сезоны уақытында дәл осылай балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Жасалуы да өте оңай, үйдегі бар заттармен жасасаңыздар болады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, егер жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған дәмді асхана каналы.